Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кесеге дизайн жасап үйренетін боламыз. Құдалыққа, юбилейге, әйел адамға арналған жасаймыз, цветочный гүлді қылып. Ол үшін Pinterestке кіреміз әуелі. И осы жерден цветная или цветочная круглая рамка деп жазамыз. Круглая рамка. Осы жерден бір әдемі ұнаған скачать етіп аласыз өзіңізге. Мен, например, ұнап тұр, маған осыны скачать етіп аламын. И тағы да неше түрлісі бар, соны скачать етсеңіздер болады. Мен уже бәрін скачать етіп алдым өзіме. Ендеше кеттіге бастайық дизайн жасап. Енді PicsArtқа кіреміз. Плюсті басамыз. Сөзі все фото дейміз да, өзіміздің жаңағы кесенің шаблонын қою керек боламыз. Галерея дейміз де, жаңағы кесеміздің шаблонын іздеп қоямыз. Менде ол Телеграмда. Міне тұр. Все, мінеке шаблонымда кеп қойдым кесенің. Енді добавить фото деймін. И жаңа мінеке осындай көп не скачать еттім. Неше түрлі рамкалар. Сон бірісін әкеп қоям. Например, мынаны қойғым деп тұрмын. Осыны добавить деймін. И өзіме ұнаған. Так, былайынан. Негізі кесе былай қарап тұрады. Ең үлкейтейін. Осыны ортаға қоямын. Екі шетін просто ақ қыла салам. Стикерге кереп, ол үшін просто белый квадрат десеңіздер болады. Недавнийда мен оны қолдандым. Сондықтан недавнийда тұр. Осылай үлкейтеміз да, мына жаққа қоя саламыз. Астына осылай апарамыз қасына. Және де эффектіға кірем. Смешайтқа кіреміз, эффект емес. Смешайтқа кіреміз да. Так, темнее, жоқ, светлее, наложение. Наложение басамыз. Өткен біздің жанындағы линиялар көріну керек. И осы линиялар көрініп тұру керек. Осылай жасаймыз. Чтоб ортасында тұрған рамка бар ғой. Соны астында болу үшін вниз дейміз да. Енді осылай спокойно қозғалта береміз. Так, все, енді мынаның копиясын жасаймыз. Осында барып, тоже осылай қоямыз. И вниз дейміз, өзі рамкамыздың астына барады. Так, әдемі болды. Сразу әдемі болып кетті, кесеміз. Енді текст жазамыз. Например, юбилейге жасағатырық деге. Жанар, 50 жас, мерейтой деген сияқты. Галочка. Так, шрифт. Шрифтіға береміз. Так, андантино деген таңдайын. Лайнан қоямыз. Жанар деп. И цветін таңдаймыз. Цвет, скорее всего, на палитрадан аламын. Пипетканы таңдаймын да. Осы жердегі цветті, гүлдердің цветін таңдаймын. Осы цветті алайын. Все, жанар деп. Енді тағы да текстке кіремді. 50 жас деймін. Кішірейтеміз оны. Так, бұны аст жағына, жанарды ортасына қояйық. Үлкейтіп. Все, 50 жас. Енді тоже цветін бірде қыламын, наверное. Цвет пипеткамен тоже осы жыдағы цветті аламды осылай қоямын. Жанар 50 жас болды. Все, әдемі болды. Дизайнымыз уже дайын. Сборкасын құда қаласа ертең салатын болам. Менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде видеома лайк басыңыз. Және де тегін шаблондар керек болса, комментарийға тегін шаблондар деп жазсаңыздар, ссылкасын қалдырамын. Қош сау болыңыздар.